көріп тұрғаныңыз мына судочий һәм Ақбетке көлдер системасының аймақлары болып, бұл көріп тұрғаныңыз Қарайтерең көлі деп аталады. Судочий көлдер қорыққанасы текарынан ұшып келуші һәмде ұшып өтуші құслардың анатологиялық құсларды бақылау орайы болып есептелінеді. Бұл аймақта көптеген Өзбекстан шараитында 480-нен астам түрлер ұшырасатыған болса, бұл жердің өзінде судочий көлдер аймағында 240-тан астам құслар түрі ұшырасады. Өзбекстанда ұшырасатыған құслардың тең ярымы осы аймақта ұшырасуын бақылауға болады. Бұл аймақтың территориясын айтатын болсақ, екі үлкен ірі аймақларға бөлінеді. Бірі Ақбетке көлдер учаскасы һәм судочий көлдер учаскасы. Көлдер учаскасы 84.702 гектар болып, һәмде Ақбетке көлдер системасы 195.805 гектарды құрайды. Бұл аймақларда құсларды, наяб құсларды һәмде жоғалып кету қаупі астында тұрған құсларды сақтап қалуда. Бұнда сулардың, мысалы үшін батқақлықтардың суының қаттығын бір нормада ұстап тұру жүдә бір әһәмиетлі деп ойлаймыз. Бұндай жағдайларда көбінесе су сатқы режимі норма қолайлы болған жағдайларда көпшілік құсларымыз келіп, ұсманда ұялап, миграциясын ұсманда дауам етпей тоқтатып, ұсманда көбею қалу мүмкіншілігі жаратылады. Мына көріп тұрғаныңыздай атауларда һәмде сайыз жерлерде бұлар фламинголар ұялайды. Бұл ұяларда сулар азайып кетсе, бұларға жыртқыш қырғақлықлар мен шеттегі қырларменен тұтасып, жабай жыртқыш хайуанлардың атауларына, ұяларына барып қалып, әнде олардың палапаларын, шөжелерін, маекілерін набыт етуі мүмкін. Бұл болса, олардың көбеюінің санына кері тәсір етіп, санының азайып кетуіне себеп болуы мүмкін.